Дәрет алу сипаты. Дәретсіз намаз қабыл болмайды. Бисмилля. Дәреттің басында бисмилля айту шариғатта бекітілген. Сондықтан дәретті сонымен бастаймыз. Екі қолды білекке дейін жуамыз. Содан кейін мадмада мен истиншақ. Мадмада дегеніміз ауызға су алып шаю. Ал истиншақ суды мұрынға дем арқылы тартып, сосын оны сіңбіріп шығару. Ораза ұстамаған немесе зиян тиюден қорықпаған жағдайда ауызды шаю мен мұрынға су тартуды тереммен жасау мұстахаб. Бетті сумен жуу. Беттің аймағы ұзынынан, бастың әдеттегі шаш өсетін шетінен бастап иекке дейін. Ал көлденеңнен екі құлақтың арасы. Бетті жуған кезде ондағы қас сияқты барлық түктерді жуу уәжіп. Ал сақалға келсек, егер сақал сирек болса, астындағы теріні жуу уәжіп болады. Ал қалың болса, оның сырты жуылады. Оның арасын сумен тарамдау сүннет. Бетті жуғаннан соң екі қол жуылады. Қол жууды оң жақтан бастаймыз. Қолды саусақ ұшынан бастап шынтаққа дейін шынтақпен қоса жуу. Содан кейін басқа мәсих тарту. Екі қолды жаңа сумен дымқылдаймыз. Сосын сулы қолдарды бастың алдыңғы жағына қойып, желкеге дейін апарамыз. Сосын ол екеуін бастаған жерімізге қайтып әкелеміз. Кейін бастың масихынан қалған сумен құлақтарға масих тартамыз. Мұны бір-ақ рет істейміз. Құлақтарға масих тарту сипаты. Соқ саусақтарды құлақ ішіне кіргізіп, ішін бас бармақтармен құлақтың сыртын сүртеміз. Осылайша құлақтардың ішкі және сыртқы жағына масих тартқан боламыз. Содан соң аяқтарды жууға көшеміз. Жуу парыз болған екі аяқтың ауқымы төмендегідей. Аяқ саусақтарының ұштарынан тобықпен қоса қызыл асықтарға дейін оң аяқтан бастаймыз. Аяқ саусақтарының арасын салалаймыз және өкшелердің жуылуына мән береміз. Сонан соң оң аяқты жуғандай сол аяқты да жуамыз. Дәрет мүшелерінде тәртіпті сақтау, яғни бір мүшені екіншісінен бұрын жумау уәжіп. Сондай-ақ бір мүшеден келесі мүшеге көшуде арасын үзбей жуу уәжіп болады. Яғни бір мүшеден екіншісіне уақыт созбай көшу керек. Дәрет мүшелерін бір рет жуу жеткілікті, бірақ бетті, қолдар мен аяқтарды, сондай-ақ ауыз шаю мен мұрынға су тартуды 2-3 рет қайталау сүннет, әрі осылай істеу абзал. Дәрет алып болған соң бұлай деп айту мұстахаб. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Және алдыңғы зікірге мынаны қосып айту жақсы. Аллахумма жәлни минат тауабин ва жәлни минал мутатаххирин.